Сәлем достар, сливочный дәммен грибной суп дайындаймыз. Ең алдымен қызып тұрған майға осылай майдалап туралған пиязды қуырып аламыз. 2-3 минут кішкене тұз себеміз. Содан кейін майда кубиктап туралған сәбізді салып, тағы 2-3 минут қуырамыз. Осының үстіне саңырауқұлақ саламыз. Мен шампиньонны қолдандым, оны да осылай турап аламыз. Видеодағыдай. Дәміне қарай кішкене тұз. Содан кейін қақпағын жауып, кішкене бір 4-5 минут бұқтырамыз. Осының үстіне 2 тілім чеснокты теркадан өткізіп саламыз. Және ұнды салып, жақсылап араластырамыз. Описание бөліміне мен барлық керекті заттардың өлшемін жазып кетемін. Су құямыз. Мясной бульон, яғни еттің сорпасы. Содан кейін сүт және сливки. Егер жаңағы мясной бульон қолданатын болсаңыздар, сливки қолданбасаңыздар да болады, яғни сүт те жетеді. Енді кішкене дәміне қарай қарабұз салып, жақсылап араластырып, баяу отта дайын болғанша, яғни піскенше қайнатамыз. Осылай болғаннан кейін барлығын блендерден өткізіп, үстіне укроп себеміз, сонымен күшті сорпамыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Ас болсын.